Сіз қандай ата-анасыз? Әр ата-ананың қалыптасқан мінезіне қарай балаға да соған сай тәрбие беріп жатады. Мүмкін қаталдық танытасыз, мүмкін шамадан тыс еркіндік бересіз. Беріп жатқан тәрбие біз үшін дұрыс көрінгенімен, сырттай өз кемшіліктері болуы мүмкін. Осы техника арқылы өзіңізде нені өзгерткен дұрыс, нені қалыптастырған жақсы, соны бағыттап береді. Маңызды тұжырымдар. Ата-ананың қысқаша сипаттамасы әйелге көбірек сәйкес келеді. Әсіресе егер әйелде балаларды тәрбиелеу мен дамытуда шешуші рөл болса. Сондай-ақ отбасыңыздағы тәрбиеленген құндылықтарға назар аударыңыз. Есептеу техникасы. Есімнің тек дауысты дыбыстарына ай санын қосып, шыққан санды бірлікке айналдырамыз. Туған күн, жыл сандары есептелмейді. Әрбір дыбыстардың астында сандары берілген. Мысалы, Азамат есімінде дауысты дыбысқа А әріптеріне сәйкес бір сандарын алып, бір-біріне қосып, 3 санын шығарамыз. 3 санына туылған айдың сандарын қосамыз. Яғни 3 қосу 7 тең 10. 10-ды бірлікке айналдырамыз. 1 қосу 0 тең 1. Демек, Азаматтың саны 1. Әрбір шыққан санға сипаттама беруді келесі видеомда жалғастырамын. Достар, келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.